Кикушинкай карате спорт түрімен айналысу қашанда кеш емес. Аталмыш спортқа 5 жастан тіпті 50 жасқа дейін де бет бұруға болады. Өңіріміздегі каратешілердің сөзі бұл. Ол үшін әуесқой және кәсіпқой түрде айналысатындар үшін ақылы да, тегін де қатысу мүмкіндіктері біздің өңірімізде бар. Были команды со всех континентов. Ұл-қыздарымыз республика біріншілігінде нәтижелі өнер көрсетті. Біз әлем чемпионатында да 2-ші орын алуға көп еңбек сіңірдік. Қазір солтүстік қазақстандық кикушинкай каратешілері республикалық және халықаралық жарыстарда жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Үнемі ең биік тұғырдан көрінеді дейді. Мәселен, жас спортшылар биыл балалар мен жасөспірімдер арасында өткен ел біріншілігінен қанжығалы оралды. Өзінің 15 жасында биік тұғырдан көрінгендердің бірі Әлішер Авдонин. И финальный бой я уже бился с бойцом из Казахстана. Мен ел біріншілігінде финалға шықтым. Сөйтіп, ең қиын бәсекеге тап болдым. Жеңіске жеткеніме қуанышты болдым. Ал соңғы өткен әлем біріншілігінде қазақстандық кикушинкай каратешілер жалпы есепте 2-ші орыннан көрінген. Алға тек Жапония елінің спортшыларын өткізіп алыпты. Дегенмен алдағы мақсаттары да айқын. Ең бастысы әлемдік додаларда ел намысын қорғау дейді.